Ал енді логопедке бармайтын ата-аналар үй жағдайында не істеу керек? Сіздерге барған жағдайда ол балалармен сіздер қандай жұмыстар жүргізесіздер? Оның тілінің шығуына қандай керемет ғажайып құралдар бар сіздерде? Мүлде бір керемет ғажайып зат жоқ. Жоқ. Ешқандай зат жоқ. Барлығы өзіміздегі бұрын үйдегі бар заттар. Еңбек. Барлығымыз. Уақыт керек. Сабағымыздың құрамы неден тұрады? Ең бірінші сенсорлық жүйені дамытудан, яғни тактильный дорожкалармен жүргіземіз, қолбақтар кигізіп, сол қолбақтарды кигізіп көреміз, немесе қолбақтарды бастырып көреміз. Мына сөйлемейтін баланың тілі саусағының ұшында деп айтатыным, қанша жыл осыны қағида қылып келе жатырмын. Яғни алақанымызды қыздыру арқылы, алақанымызға жүргізу арқылы, тай-тайды айту арқылы, қуырмаштарды айту арқылы, мама пальчик деп ұштарын уқалау арқылы. Оған құрал қажет жоқ қой. Баланың мамочкасы емізіп отыр. Қызыма жасағым келіп отыр. Мамасы әлдейін емізіп отырып, міне аяғының саусақтарын, башпайларын уқалауға болады. Өзінің саусақтары болсы, уқалауға болады. Міне осылай құрал. Ешқандай құрал жоқ. Ата-анамен баланың екі ортасында қарым-қатынас, махаббаты ғана осы құрал. Ал қалғандарының бәрі көмекші. Яғни үйде не бар? Доп бар. Кез келген үйде доп бар. Допты лақтыру, міне ап, бер, әкел, лақтыр, секір, теп деген сияқты. Осы енді сенсорлық жүйеден кейін сенсомоторлық жүйелер кетеді. Яғни сенсомоторлық ол алу, салу, оны естіп тұр, лақтырып тұр. Бізде сөйлету үшін баланың ең басты қағида бар. Қандай қағида? Осы қағиданы жаттап алған ата-ана. Ал жаттап алайық. Баласы тап-таза сөйлейтініне мен кепілдік берем. Ең бірінші, бала табаннан жоғарға, снизу вверх. Төменнен жоғарға дамиды. Демек, табанға назар аударамыз, не деген? Көп жүгірту, секірту, яғни төменгі жақты пайдалану. Секірту, еңбектеу, үлкен биіктікке секіру, баспалдақпен жүру, артқа жүру, еңбектеу, аунау. Төменнен жоғарға дамыды. Екіншісі, оңнан солға қарай дамиды. Бізде оң меридиан, сол меридиандар бар. Оңнан солға қарай дамиды. Оңмен тамақ іш дейді, оңнан баста дейді, оңнан бастап аяқ киім ки дейді, оң жеңнен бастап ки дейді, оңнан солға қарай дамимыз. Үшіншісі, үрден ұсаққа дамимыз. Яғни, крупная моторика, сосын барып қана мелкий моторика дамиды. Крупный моторика дамымаған жерде мелкий моторика мүлдем дамымайды. Ірі моторикаға не жетеді? Ірі моторикаға жаңағы, мысалға, үлкен алу, көтеру, мысалға, допты құшақтау, допты аунау, допқа жүру, кәдімгі үлкен, үлкен заттар. Алу, әкелу, тасу, мысалға, 5 литр бакалашка беріп қойды, бір бөлмеден бір бөлмеге тасы. Міне, еңбек оған, аяқты пайдаланды, өзін пайдаланды, күшін пайдаланды, проприцепцияны пайдаланды. Міне ірі. Ал енді мелкийға, енді оған алу, салу, кәдімгі әрбір саусақтың ұшын, бұрында да көрсететін міне, сөйлемейтін баланың саусағының ұшында деген міне, мынау бір подушечка, кәдімгідей жастықша, саусағымыздың жастықшасы, осы подушечка біздің тілге ұқсайды. Яғни 7 миллиард адамда 7 миллиард түрлі саусақтың бедері болса, тілде де сол. Ешкімге ұқсамайды. Өткізсең, ешкімге ұқсамайды ғой. Сол сияқты, енді мынаумен бала сөйлей алмайды, айта алмайды. Яғни мынау майда моторика арқылы дамытып алуымызға мүмкіндігіміз бар. Сонда осы 3 қағиданы білген ата-ана, осы 3 қағиданы ұстанған ата-ана баласында сөйлемейді. Неге кеш сөйлеп жатыр? Неге дыбыстары жоқ? Неге сөйлем құрамайды? Неге бір-бір сөйлемнен айтады? Неге өз ойын айта алмайды? Неге ертек айта алмайды деген айтпайды. Жүгіріп тұрса. Кішкентай кезде, қазір мен қыздарымда, мысалы, көктем келе жатыр, алдымыз жаз, турник бар. Турниктен артық ең 5 платный, яғни тегін дүние, турниктен артық баланы дамытатында, баланы денесін шынықтыратында, баланы тілінде дамытатын. Турникке мініп бара жатса мен айғайлаймын, түс құлайсың енді, еще оған установка ілеміз дейсіз ғой. Жоқ, кәдімгідей 2 турникке мінген кезде, міне, 2 қол пайдаланды. Енді бұл турник дедік, ол тегін дедік. Ал тегін емес дүниелерден велосипедтен артық дүние жоқ.
Велосипед, самокат емес. Самокатқа бір аяқ қойдыңыз да, екінші аяқты ғана алып жүрсе, мен солақаймын. Оң аяғымды қоямын да, сол аяқты ғана мен жүгірт аламын. Ал велосипедте біреуін басқаннан екіншісін баспасаң, жүрмейді. Екіншісіне күш керек болады. Қайтадан күш керек болады. Көрдіңіз ба? И сол арқылы оң жақ, сол жақ полушарияны біз дамытып, екі ортадағы сүйілді денеге әсер етеміз. Ал сүйілді денені әсер ету арқылы кішкентай мишыққа да әсер етеміз, екі жақ миға да әсер етеміз. Баланың брка мен вернике зонасына сөйлете аламыз.